Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге лодочки сырым жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға айран, үстінен ас содасы жақсылап араластырамыз. Енді 2 жұмыртқа салып, тұзымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Қолымызбен қамыр қылып илеп 20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, қалыңдығы 1 см етіп жайып, ішінен ірімшіктерімізді салып шығамыз. Енді біздің лодочкаларымыздың формасын шығаратын боламыз. Осылай қолымызбен жақсылап жауып шығамыз, ашылып кетпеу керек. Енді қолымызбен осылай формасын әдемілеп шығарып алдық. Ортасынан осылай кесеміз, біздің ішіндегі сырымыз көрініп тұру керек. Енді бізде жұмыртқаның сарыуызы бар. Сарыуызбен жақсылап осылай бетіне жағып, күнжіт салдым мен. 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің лодочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Реттеп ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.